أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Әлемдердің жаратушысы болған, бізге шексіз нығметтерін берген, және сол нығметтердің ішіндегі ең ұлығы болған ислам, иман нығметін беріп, біздерді мұсылмандардан еткен Алла тағалаға хамду саналар, шексіз мақтаулар болсын. Алла тағаланың соңғы елшісі сүйікті пайғамбарымызға, оның отбасына, сахабаларына және сол кісілерге қияметке дейін ізгілікте ергендерге Алла тағаланың салауат, сәлемдері болсын. Алла тағала осындай қасиетті жұма күнінде бір өзінің разылығын қалап, ұзақтан, жақыннан басып келіп жатқан әрбір қадамдарымызға сауаптардан жазып, әрі күнәларымызды кешіріп, сондай-ақ өзінің алдындағы дәрежелерімізді жоғарылатқан болсын. Аллаху субханаху ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түсірген алғашқы аяттардың бірі бұл Муддассир сүресінің басындағы бірнеше аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ең әуелі түскен аят Иқра, яғни Алақ сүресінің 5 аяты болса, одан кейін түскен, яғни алғашқы түскен аяттардың бірі бұл Муддассир сүресінің алғашқы аяттары. Сол аяттарда дініміз қатты көңіл бөлген, аса қатты назар аударған мәселелердің бірі айтылып кетеді. Аллаху субханаху ва тағала айтады: «Я айюхал муддассир, қум фаанзир, ва раббака факаббир, ва сиябака фатаххир». Ей бүркеніп оранып жатушы, тұр, қауымыңды ескерт, Құдайдың бар екендігін, Құдайдың серігі жоқ екендігін ескерт, дінді жеткіз. «Ва раббака факаббир», Раббыңды ұлықта, Раббыңа такбир айт. «Ва сиябака фатаххир», және киіміңді тазала деді. Дініміз көңіл бөлген, аса қатты назар аударған мәселелердің бірі бұл адамның тазалығы. Алла тағаланың жолында жүрген кезде әрдайым адамның бойында табылу керек болған нәрсе бұл адамның тазалығы. Бұл тазалық жүрек тазалығы, амал тазалығы, дене тазалығы, киім тазалығы және жалпы өзіңді қоршаған ортаның тазалығы болып, тазалық дінімізде бірнеше түрге бөлінеді. Ең бірінші адамның көңіл бөлуі керек болған тазалық бұл жүректің тазалығы. Құранда Алла субханаху ва тағала: «Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман атталлаха биқалбин салим». Қиямет күні мал мүлік, бала шаға пайда бермейді. Кімде-кім таза жүрекпен келетін болса, сау жүрекпен келетін болса, міне сол пайда береді дейді. Ертең қияметте Алла тағаланың алдына барған кезде, Алла тағаланың ең бірінші назары түсетін сіздің ағзаңыз бұл сіздің жүрегіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Инна Аллаха тағала ла янзуру иля суарикум ва аджсамикум, валакин янзуру иля кулубикум ва аъмаликум». Алла тағала сендердің сыртқы көріністеріңе және дене бітімдеріңе қарамайды. Яғни мынау әдемі мекен, әдемі емес бекен, мынаның денесі үлкен бекен, кіші мекен деп қарамайды.
Алла тағала сендердің әуелі жүректеріңе қарайды деді. Уа а'маликум, және сосын сол таза жүректен шыққан амалдарыңа қарайды деді. Ғұламаларымыз адамның құлшылықтарын сыртқы және ішкі құлшылықтар деп бөледі. Ішкі құлшылықтар бұл сіздің жүрегіңізге байланысты құлшылықтар. Жүрегіңіздің құлшылықтары орындалмаса, сыртқы құлшылықтар пайда бермейді. Жүректің құлшылығы бұл жүрегіңіздегі кез келген жаман қасиеттерді, жаман сипаттарды жүректен шығарып, жүректі тазалау. Және сосын сол жүректе табылуы керек болған сипаттарды кіргізу. Ғұламаларымыз әт-тахлияту қабла әт-тахлия деген сөзді айтқан. Яғни, әуелі жүректі босату керек, сосын жүрекке жақсы нәрселерді кіргізу керек дейді. Егер сіз намаз оқып жүрсеңіз, бірақ жүрегіңізде мендік тәкаппарлық болса, жүрегіңізде рия болатын болса, жүрегіңізде көре алмаушылық болатын болса, жүрегіңізде мұсылмандарға жақсылықты ойлап, жамандықты жек көру болмаса, тағы да басқа да сондай жаман сипаттар жүрегіңізде болатын болса, онда сіздің сыртқы амалдарыңыз пайда бермейді. Мысалы, көре алмаушылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Әл-хасаду я'кулул хасанат кама та'кулун нарул хатаб». Көре алмаушылық отынды қалай жесе, адамның сауаптарын солай жейді деді. Сіз мына жақтан құлшылық жасап жатырсыз, бірақ жүрегіңізде көре алмаушылық бар. Мұсылмандардың қуанышына қуана алмайсыз. Мұсылмандардың қайғысына қайғыра алмайсыз. Керісінше, көршіңіз сізден төмен болса, ісі жүріспей қалса, қуанасыз. Егер байып кететін болса, үйі сіздің үйіңізден биік болса, көлігі сіздің машинаңыздан, сіздің көлігіңізден жақсырақ болса, оған қайғырасыз. Бұл сіздің жүрегіңіздегі көре алмаушылықтың себебімен болып жатқан нәрсе. Онда сіз қанша құлшылық жасаңыз, қанша қажылық жасаңыз, қанша зекет беріңіз, жүрегіңіздегі әлгі дерт жинап жатқан сауабыңызды күл тозаң етеді. Сіз тесікшелекпен су тасып жүрген адамға ұқсайсыз. Сол үшін де дініміз ең бірінші жүректің тазалығына көңіл бөледі. Және екінші, амалдың тазалығы. Амалдың тазалығы. Құранда Алла субханаху ва тағала «Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала». Алла тағала өлім мен өмірді сендердің қайсысың амалда жақсырақ боласыңдар, осы нәрседе сынау үшін жаратты дейді. Айюкум ахсану амала, кімнің амалы жақсырақ болады деп сынау үшін жаратты дейді. Ғұламаларымыз осы аяттың тәпсірінде жақсы амал дегеніміз ма кана халисан ва сауаба дейді. Жақсы амал дегеніміз бірінші, риясыз, таза ниетпен жасалған және шариғатқа сай жасалған амал дейді. Яғни, амалыңыздың жақсы болуын екі шарты бар. Біріншісі, жүрек тазалығы, жүрегіңізде бөтен ниеттердің болмауы, Алла разылығы үшін болуы, істеп жатқан ісіңіздің, жасап жатқан құлшылығыңыздың, беріп жатқан зекетіңіздің, беріп жатқан садақаларыңыздың, мұның барлығының Алла разылығы үшін болуы. Бұл амалыңыздың қабыл болуының ең бірінші шарты. Яғни сізге адамдардың мақтағаны, адамдардың сізді сол себепті жомарт дегені, теледидарлардың сізді көрсеткені, оның ешқайсысы сізге қызық емес. Сіз «Иннама нут'имукум ливажхиллахи ла нуриду минкум жазаъа ва ла шукура». Құранда Алла тағала айтқандай, біз сендерді Алла разылығы үшін тамақтандырамыз. Яғни кез келген жақсы амалыңыз Алла разылығы үшін. Адамдардан
рахмет деген сөзді де, мақтауды да, еш нәрсені де күтпейміз. Ешқандай қайтарым күтпейміз. Алла разылығы үшін жасаймыз деп Алла тағала шынайы өзіне иман келтірген ықыласты құлдарының сөзін келтіреді. Бірінші шарты амалыңыздың қабыл болуының, бұл ниетіңіздің таза болуы. Екіншісі амалдың таза болуы. Амалдың таза болуы дегеніміз, яғни амалыңыздың шариғатқа сай болуы. Ниеттің жақсы болуы жеткілікті емес. Кейбір адамдар кейде бір істерді істеп жатады. Бұл ісің шариғатқа сай емес десеңіз, менің ниетім дұрыс қой дейді. Ниеттің дұрыс болуы амалыңыздың қабыл болуына жеткілікті емес. Ниетіңіз дұрыс болуымен қатар, амалыңыз шариғат көрсеткендей шариғатқа сай болуы керек. Егер шариғатқа сай болмайтын болса, онда ол амал таза амал емес. Ол бидғат қосылған, дінге жаңалық енгізген амал болып табылады. Ондай амал Алла тағаланың алдында қабыл емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде «Мән ахдафа фи амрина ма лайса минху фахуа рад». Кім біздің дінімізге діннен болмаған нәрсені енгізетін болса, өзіне кері қайтарылады деді. Алла тағала оның амалын қабыл етпейді. Шариғатымыз қалай көрсетіп берді? Біздің құлшылықтарымыз шариғат көрсеткендей болуы керек. Яғни жүректің тазалығы болуы керек, және амалдың тазалығы болуы керек. Амалдың бидғаттан, түрлі жаңалықтардан, шариғатқа қайшы келетін істерден таза болуы. Осы кезде сіздің амалыңыз Алла тағаланың алдында қабыл болады. Және сондай-ақ дініміз адамның ішкі жан дүниесіне көңіл бөлгендей, ішкі жан дүниесінің тазалығына көңіл бөлгендей, сыртқы тазалыққа да қатты көңіл бөлді. Жай ғана ғұсылдың өзін қарайтын болсақ, ғұламаларымыз сүннет ғұсылдардың өзін санағанда бір 15-20 шақты сүннет ғұсылдар бар. Жұма күні, жұмаға келу үшін ғұсыл алу, егер сіздің ғұсылыңыз болып тұрса да, ғұсыл алу сүннет болып табылады. Мысал ретінде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кім жұмаға дәрет алып келетін болса, ол жақсы, ғұсыл алатын болса, әл-ғұсылу афдал деді. Ғұсыл абзалырақ болады деді. Яғни, ғұсыл алып келу сүннет. Меккеге кіретін болсаңыз, ғұсыл алу сүннет. Ихрамға кіретін болсаңыз, ғұсыл алу сүннет. Бір адамдармен бір мәжіліске қатысатын болсаңыз, сол жерге ғұсыл алып, тазаланып келу сүннет. Тағы да басқа да қарайтын болсақ, айттың ғұсылы, тағы да басқа да көптеген ғұсылдар бар. Яғни ғұламаларымыз 15-20 шақты сүннет ғұсылдарды санап шығады. Одан басқа уәжіп ғұсылдар бар, білесіздер. Әйелмен ғұсылған кезде, түс көріп, жүніп болған кезде, бізде уәжіп ғұсылдармен қатар сүннет ғұсылдар бар. Алла тағала тіпті ғұсылына, дәретіне көңіл бөлетін адамдарды мақтап аят түсірді. Құранда Алла тағала «Фихи риджалу юхиббуна ятатаххару валлаху юхиббул муттахирин». Құба жеріндегі, Мәдина қаласындағы білесіздер, Құбадағы мұсылмандар жайында аят түсірді. Онда тазаланғанды жақсы көретін мұсылмандар бар. Алла тағала тазаланушыларды, таза мұсылмандарды жақсы көреді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі мұсылмандардан себебін сұраған кезде, біз дәретімізге, тазалығымызға өте мұқиятпыз деді. Алла тағала тіпті сондай жүректің тазалығымен қатар, денесінің тазалығына көңіл бөлетін мұсылмандарды мақтап аят түсірді. Оларды жақсы көретіндігін айтты. Яғни, ішкі дәретке көңіл бөлу, бойыңызды таза ұстау, әрдайым
дәретпен жүру, ғұсыл, мұның барлығы дініміз талап еткен нәрселерден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде екі қабірдің жанынан өтіп бара жатып, мына қабір иелері азапталуда деді. Екі қабірдің жанынан өтіп бара жатып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына екі қабірдің иесі азапталып жатыр деді. Соның бірі дәретіне, іш дәретіне көңіл бөлмейтін адам деді. Яғни дәретіне мұқият емес, дұрыстап тазаланбайды. Мұсылмандарға сай дәретке кірмейді. Тұрып дәретін сындырып, бір-екі сілкіп, киімін киіп кете беретіндер. Алла тағала сақтасын. Мұның өзі адамның қабірде азапталуына себеп болады. Яғни ішкі дәреттен дұрыс тазаланбау қабірде азапталуыңызға себеп болады. Сол үшін де адам өзінің бой тазалығына қатты көңіл бөлуі керек. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір сахаба Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде айтты: кімнің жүрегінде зәредей, шаңның тозаңындай тәкаппарлық болса, ондай адам жәннатқа кірмейді деді. Сонда бір сахаба тұрып: Алланың елшісі, бір кісі бар, әдемі киінгенді, таза киінгенді жақсы көреді. Яғни киімі ұқыпты, әдемі, таза, сондай бір тазалықты ерекше жақсы көреді. Жақсы киініп, адамдардың арасында жақсы көрінгенді жақсы көреді. Соның ісі тәкаппарлық па деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жоқ, Алла тағала көркем, Алла тағала әдемі және әдемі нәрселерді жақсы көреді. Яғни сіздің таза болғаныңызды, әдемі болғаныңызды, адамдарға жағымды болғаныңызды жақсы көреді. Сол үшін де дінімізде тіпті мынау иіс су қолданудың өзі Алла тағала жақсы көретін амалдардан. Тәкаппарлық деген ол батарул хақ ва ғамтун нас. Яғни ол ақиқатты мойындамау және адамдарды менсінбеу, адамдарды өзіңізден төмен көру деді. Ал адамдарға жағымды болу, адамдарға таза денемен, жақсы иіспен келу, бұл Алла тағала жақсы көретін амалдардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрдайым жақсы иіс су қолданып жүретін еді. Және мешітке келген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: кімде-кім екі әлгі адамдарға жағымсыз иісі келетін нәрсені жейтін болса, мешітімізге жақындамасын деді. Кімде-кім жуа, сарымсақ, пияз жейтін болса, ол сол иісті кетірмей мешітке жақындамасын деді. Неге? Өйткені одан бір жағынан періштелер зиян шегеді және адамдар зиян шегеді. Ал енді қанша мұсылмандар бар, өкінішке орай темекі шегу дертіне шалдыққан. Темекісін шегіп алып мешітке келеді. Сарымсақтан, пияздан Алла тағала халал еткен нәрселерден зиян шеккен періштелер зиян көрген. Адамдар дініміз тыйым салған темекіден зиян көрмей ме? Кейде кейбір адамдар терлейтін жұмыстарда істейді. Немесе киімі ластанатын жұмыста істейді. Намаздың уақыты бола қалса, мешітке киімін ауыстырмастан, кішкене әлгі тердің иісін кетірместен мешітке келе салады. Негізі сарымсақ жеген адамға, пияз жеген адамға, жуа жеген адамға мешітке жақындамасын деген тыйымның себебі не? Өйткені ол адамдарға зиян келтіреді. Енді одан зиян шеккен адамдар терден, темекінің иісінен және сіздің кір киіміңізден зиян шекпейді ме? Отырған жеріңізді ластайсыз, жаныңыздағы адамды ластайсыз. Сол үшін де
адамдарға зиян жеткізу, бұның өзі дініміз тыйым салған істерден. Дініміз тазалыққа көңіл бөледі. Дәретке кіріп шығудағы тазалыққа да дініміз көңіл бөледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде иттақул лаанайн, екі адамдардың қарғысына қалдыратын нәрседен сақ болыңдар деді. Екі адамдардың қарғысына қалдыратын нәрседен сақ болыңдар деді. Ол қандай нәрсе деп сахабалар сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: аллази ятахалла фи туруқатин нас ау фи зиллихим деп. Ол адамдардың жүретін жолына немесе демалатын көлеңкесіне дәрет сындыру деді. Адамдардың жүретін жолына немесе демалатын көлеңкесіне дәрет сындыру деді. Мысалы, бір жерге талдың астына күннің ыстық кезінде келіп демалмақшысыз. Келсеңіз, біреу сол жерге дәрет сындырып кеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны лаан деп жатыр, яғни адамдардың қарғысына және Алланың қарғысына себеп болатын нәрсе деді. Бір жағынан сіз Алланың қарғысына қаласыз, бір жағынан адамдардың қарғысына қаласыз. Неге? Өйткені адамдар ананы көріп зиян шеккен кезде соны істеген адамды қарғайды. Ал енді жолға отырып, немесе адамдардың көлеңкесіне отырып, адамдарға зиян жеткізуге болмайтын болса, онда басқа жерде де адамдарға зиян жеткізуге болмайды. Бізде тіпті қазіргі кезде кейде қарасаңыз, дәретке дұрыс кіріп шығу мәдениеті жоғалып бара жатыр. Мысалы, кафеге бардыңыз, дәретханасына кіресіз. Қанша адамдар сол жерде дәретті тұрып сындыра салады. Негізінде отырып сындыру керек. Дініміз отырып сындыруды талап етеді. Бірақ қанша адамдар бар тұрып сындырады. Тұрып сындырғанда да әлгі унитаздың адам отыратын нәрсесін бір көтеріп қою да ойына келмейді. Көтеріп қою ойына келмейді. Кейде мешітте, мысалы, дәретханаға кіресіз, біреу үлкен дәретке отырған, соны бағанағы суын тартып ағызып кетпеген. Кірген адам жиіркенеді, ұшық шығуы мүмкін, тағы да басқа да қанша адамдарға зиян келтіріп жатыр. Қоғамдық орындардағы дәретханаларда да тура сондай. Жарайды, ана жерге біреу лас қылып кетіпті, отырып сындыра алмайды екенсің, тұрып сындыруға мұқтаж болып жатсың. Онда ең болмағанда отыратын нәрсені көтеріп қой. Өзінен кейінгі адамға зиян жеткізбеу керек. Жолдарда мысалы қақырып кетеді, біреулер жиналып тұрып пістесін шағады. Бір жастар жиналып қалған жерді көрсеңіз, бәрі аузынан аспай атып алған адам сияқты қақырып түкіріп, ана жердің жанынан өтіп бара жатқан кезде жеркенесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны Алланың қарғысына қалатын істеді. Иттақул лаанайн. Екі адамдардың қарғысына қалатын нәрседен сақ болыңдар деді. Адамдардың демалатын жеріне дәрет сындыру. Адамдардың өтетін жолына дәрет сындыру. Тек қана дәрет емес, одан басқа да зиян келтіретін нәрселерді істеу дініміз тыйым салған істерден болып табылады. Керісінше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастауды иманнан деді. Имататул аза ани тариқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иман 71 бұтақ деген кезде соның бірі адамдардың жолынан адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастау деді. Исламның бұтақтарынан деген жоқ, иманның деді. Яғни сенің иман келтіруіңнің дұрыс болуының бір көрінісі, дұрыс болуының бір шарты адамдардың жолынан оларға зиян келтіретін нәрсені алып тастау. Тастау емес, керісінше алып тастау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай адамның жәннатқа кіргенін айтты. Ал енді екінші бір адам жайында сұралды. Бір әйел көп намаз оқиды, ораза тұтады, бірақ көршілеріне зиян келтіреді. Тек қана көршілеріне емес, яғни жалпы адамдарға зиян келтіру. Жолына бір нәрсені тастау,
әлгіндей нәрселер істеу, тіпті дәретханада адамдарға зиян келтіру, мұның барлығы адамға зиян келтіру болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хия финнар, ол тозақта деді. Сол үшін де өкінішке орай қазіргі кезде көптеген мұсылман елдерінде дәретке көңіл бөледі, ғұсылға көңіл бөледі, бірақ қоршаған ортасына көңіл бөлмейді. Үйінен бағана қоқысты көшеге тастайтын қанша мұсылман елдері бар. Сондай жағдайды көрген, исламды қабылдаған кейбір адамдар мұсылмандарды, мұсылман елдерін көрмей тұрып, исламмен танысқаныма Құдайға шүкір деген сөз айтқан. Біз қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол алып келген тазалыққа шақыратын дінін адамдарға көрсете алмай жатырмыз. Өзімізде бар нәрсені дұрыс жарнама жасай алмай жатырмыз. Әрбір осылайша адамдардың дінге кіруіне кедергі болған, дінге кіруінде фитна болған адамдар ертең Алла тағаланың алдында жауабын береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тазалыққа қатысты қарайтын болсақ, ғұламалар санаған кезде бір 60-70 хадисті шығарып берген тазалыққа қатысты. Мысалы, дененің тазалығы, мисуак пайдалану, мұртты басып жүру, тырнақты қысқарту, тіпті бағана қолдың астындағы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сахабалар сипаттаған кезде, кейде қолын қатты көтеріп дуа жасаған кезде қолтығының ағы көрінетін еді дейді. Кана юра баяду ибтайхи дейді. Баяду ибтайхи, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолтығының ағы көрінетін еді дейді. Яғни киімі кең, қолын көтерген кезде солай көрінетін деді. Бағанағы қырылмаған, жүн басып кеткен қолтық көрінеді деген жоқ, Құдай сақтасын. Қазір кейде сондай мұсылмандарды көресіз. Дін оған тазалан, әуретіңді тазала, қолтығыңды тазала деп жатыр. Ал ол, мысалы, моншада көріп қаласыз, тағы басқа жерде көріп қаласыз, 40 күн емес, тіпті бағанағы 60-70 күн тазаланбаған көрініп тұрады, Құдай сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті қайда? Тазалыққа қатысты. Сол үшін де иншалла жүрегіміздің тазалығына қандай көңіл бөлсек, қоршаған ортамыздың, үйлеріміздің, денеміздің, киіміміздің тазалығына да сондай көңіл бөлек. Алла тағала бізді жүрегі де таза болған, киімі де, амалы да, денесі де, үйі де, көшесі де таза болған мұсылмандардан етсін. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.